сынып геометрия пәні бойынша үшбұрыштарды шешу тақырыбындағы 3-35 есеп. Бұнда берілгені параллелограммның диагоналдары с мен д-ға тең және олардың арасында бұрыш альфа. Параллелограммның қабырғаларын табыңдар деп берілген. Бізде с жағдайындағы және бірінші жағдайда және екінші, үшінші, төртінші жағдайдағы түрі берілген. Бұл жерде с бірінші жағдайда 5 метр, д 6 метр және альфа бұрыш 60-қа тең. Есепті шығару үшін біз параллелограммды сызып аламыз А, В, С, Д және олардың диагоналдарын жүргіземіз. АС диагоналы, ВД диагоналы, диагоналдары қиылысады O нүктесінде. Бізде беріліп тұр, ВД диагоналы Д-ға тең деп алып тұрмыз және АС диагоналын С-ға тең деп алып тұрмыз. Бұл жерде С диагоналы 5 метрге тең, Д диагоналы 6 метрге тең және олардың арасындағы бұрыш дейді. Мына жердегі біз кішкентай бұрышты 60 градус деп аламыз. Сол кезде бізде үш бұрыш шығады. А, О, В деген үш бұрыш шығады. Жазамыз үш бұрыш А, О, В. Осы А, О, В үш бұрышындағы АВ қабырғасын табамыз. Ол үшін біз косинустар теоремасын қолданамыз. Косинустар теоремасы бойынша біз осы үшбұрыштан А, О, В үшбұрышынан АВ қабырғасын тауып алайық және ВД-ның жартысы ВО болады, АС-ның жартысы АО болады. Сонда бізде АО деп отырғанымыз АС бөлінген 2-ге, АС деп отырғаным менде 5 бөлінген 2-ге, ВО деп отырғаным ВД бөлінген 2-ге, ол деп отырғаным 6 бөлінген 2-ге. Косинустар теоремасы бойынша жазатын болсақ, біздің үш бұрыш үшін АО, үш бұрыш үшін АВ-ның квадраты тең ВО-ның квадраты қосылған АО-ның квадраты минус 2 көбейту ВО көбейту АО косинус. Бұл жерде бұрыш бізде 60 градус болып беріліп тұр. Енді әрмен қарай мәндерін қоятын болсақ, ВО деп отқан мен жа 2-ден 6-ның квадраты қосылған 2-ден 5-дің квадраты минус 2 көбейтілген 2-ден 6 көбейту 2-ден 5 косинус 60 градустағы мәні 2-ден 1-ге тең. Әрмен қарай мәндерін қоямыз. Квадраттап аламын. Сонда 2-ның квадраты 4, 6-ның квадраты 36, қосылған 2-ның квадраты 4, 5-ның квадраты 25, минус мына жерде 2 мен 2 қысқарып кетеді бізде. Мына жерде 2 мен 2-ні қысқартуымызға болады, сонда 3 қалады. 3 мына жерде 6 қалады. 6 мен мына жерде 2-ні қысқартып жіберемін, 3 қалады. 3-ті 5-ке өтем 15 болады. Сонда 2-ден 15 шықты. Осы жерде бөлімдер бірдей болғандықтан 4 жазамыз да алымдарын қосамыз. 36 мен 25-ті қосатын болсам 61 болады. Минус 2-ден 15 болды. Енді бөлімдерін бірге келтіру үшін ортақ бөлім 4 болады. Мынаған 2-ден тоқтауыш көбейткіш берем. Сонда бөлімі 4, 61 минус 15-ті 2 көбейтсем 30 болады. Сонда 4-ден 31 деген сан шықты. Бұл бізде АВ-ның квадраты тұғын. АВ-ның квадраты 4-ден 31 болды. Бізге керегі АВ-ның өзі. Олай болса АВ тең түбір астында 4-ден 31-ге. Бұл жағдайда 4-ден түбірден шығады 2, түбір астында 31-ден түбір астында 31-дің өзі қалады екен. Бұл бізде АВ қабырғасын таптық. Енді бірнеше үшбұрыштарға бөлініп тұр. АО-В үшбұрышымен бұл жерде параллелограммның қасиеті бойынша АВ қабырғасы мен СД қабырғасы тең, АД қабырғасы мен қарама-қарсы жатқан ВС қабырғасы тең. Біз енді келесі ВС қабырғасын тауып алуымызға болады. Және мына жердегі 60 градус болса, АС диагонал болған кезде мынаның жартысы бізге жазыңқы бұрыш береді. 180. 180-нен 60-ты алып тастасам, мына жердегі бұрыш бізде қалады екен. 120 градус болады. Мына жердегі бұрышымыз бізде 120 градус. Олай болса, ВО мен осының арасындағы бұрыш 120-ға тең. Сонда біз табады екенбіз ВС-ның квадраты тең. Бұл жағдайда жазамыз ВО-ның квадраты қосылған АО-ның квадраты минус 2 көбейткен ВО көбейту АО
косинус бұл жағдайда 120 градус болады. Әрі қарай біз орнына мәндерін қоятын болсақ, ВО деп отқанымыз жаңағыдай 2-ден 6 квадраты қосылған 2-ден 5-ің квадраты минус 2 көбейтілген 2-ден 6 көбейту 2-ден 5 косинус 120 градустағы мәнін қарасақ, кестеден бізде минус 2-ден 1 береді екен. Біз 2-ден 6-ны квадраттап және 2-ден 5-ті квадраттадық. Жаңа алдында сонда 4-ден 36, 4-ден 25 шықты. Ол екеуін қосқанда 4-те 61 болды. Осыны жазып қоямыз. 1-ден 2 мен 2 қысқарады. 6 мен 2 қысқарып орнында 3 қалады. 3-ті 5-ке өтсем 15 болады. Және мен алдындағы минус, мына жерде минус пен плюсті береді. Сонда бізде 2-ден 15 шықты. Тағы да бөлімдер әртүрлі болғандықтан ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім 4 болды. Сонда шықты бізде 4-ден 61 қосылған 4-ден 30. Осы шетте шығады бізде 4-ден 91 деген. Бұл бізде В-сының квадраты 4-те 91 болды. Бізге керегі В-сының өзі. Олайса В-сы тең турасында 4-ден 91. 4-ден шығады 2, 91-ден өзі қалады турасында 91 болып қалады екен.